Қымбатлы аял қыздар. Мен не үшін қымбатлы деп атпан? Мысалы, қымбатлы еркектер деген менен өздеріңіз сам күліп отырсыз, несі қымбат еркектің деп. Дұрыс, расында да аял қыздар сондай қымбатлы болып барады. Сілердің киімдеріңіз қымбат, сілердің тағыншақларыңыз қымбат. Қалмаңызды айтпай ақ қояйын. Сілер расында да қымбатлысыз, құрметті аял қыздар. Мысалы, атларыңыздың өзі қымбат. Мысалы, Алтынай, Күмісай, Маржан, Меруерт. Қымбат деген аттың өзі аял қыздарға қойылады да. Мысалы, еркектердің аты не? Полат, Темір, ана қарасаң тат басып қалатын металлом, короче, да. Енді ат қойған уақытта еркектерге мысалы хайуанлардың атларын қояды да. Мысалы, Қошқарбай, Бөрібай, Бүркітбай, Киікбай, Қозыбай. Ал аял қыздарға жаңағыдай қымбат атлар, я болмаса гүлдердің атлары қойылады. Кейінгі уақыттары аял қыздар сондай қадірлі болып баратыр. Мысалы, бұрын жігіт қызлар деп айтылатын еді. Жігітлер бірінші айтылатын еді. Жігіт қызлар. Қазір қыз жігітлер деп айтылады. Мысалы, бұрын ұлын үйлендіріп той беріп жатыр десе, қазір келін түсіріп той беріп жатыр дейді. Мысалы, бұрын ерлі зайыплар дейтін болса, қазір келін күйеу дейді. Әммесінде сілер алдындасыз. Қартайсаңам сондай. Қары кемпір деп ешкім айтпайды. Кемпір қарылар деп айтады. Оның үшін сілер қымбатлысыз. Қадіріңізді білін, қызлар.